Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түрік десерттерінің бірі, ерекше дәмді, ылғалды болып шығатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ортасы ылғалды, жұмсақ, ауызда еритін осындай пирог шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқаны саламыз, оған аз ғана тұз қосамыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Миксерді тоқтатпай қант қосатын боламыз. Қантты барлығын бірге салып жібермей, біртіндеп бөліп қосатын боламыз. Қантты біртіндеп қосып болғанша жұмыртқа аппақ болып көтерілуі қажет. 1 шай қасық ваниль қантын қосамыз. 100 мг сүт қосамыз. Күнбағыс майын қосамыз. Енді иліктегі ұнға қопсытқыш және де какао қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осы електегі құрғақ ингредиенттерді жұмыртқалы массамызға аз-аздап біртіндеп сала отырып, миксермен араластырып шығамыз. Барлық қажет ингредиенттердің мөлшерін осы видеоның астына жазып қойдым. Сол жақтан қарай аласыздар. Бізде осындай шоколадты қамыр шығады. Келесі кезекте формамызды дайындау қажет. Менде осындай 4 бұрышты форма. Күнбағыс майын кесечканың көмегімен жағып шықтым. Егер сіздерде дөңгелек форма диаметрі 24-26 см болса, сол форманы қолдануға болады. Менде бұл форманың көлемі 35-23. Пирогты 180 градусқа пешімізге 40 минутқа қоямыз. Енді кремін дайындаймыз. Сүт құямыз. Електен өткізіп ұн саламыз. Венчикпен араластырамыз. Кукурузный крахмал қосамыз. Және қант қосамыз. Орташа отқа қойып, үздіксіз осылай қоюланғанша араластырамыз. Егер араластырмасаңыз, жабысып қалады. Қоюланған кезде 33% сливки қосамыз. Жақсылап араластырамыз, осымен креміміз дайын. Пирогымыз дайын болды. Енді таяқшаның көмегімен бірнеше тесіктер жасаймыз. Қазір осы пирогтың үстіне сүт құямыз. Сүт жақсы сүну үшін осындай тесіктерді жасадық. Ыстық пирогқа осылай сүт құямыз. Келесі кезекте кремімізді пирогтың үстіне осылай құямыз. Кремді тегістеп, әдемілеп жақсылап жағып шығамыз. Әсемдік ретінде електен өткізіп, какао үстінен себеміз. Пирог толық суығанша тосамыз. Пирог керемет, нәзік, ортасы ылғалды болып шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Пирог ұнаса, подписаться, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан.
Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.